қанша бөліктен тұратын туралы таныстырып өтейін. Менің есімім Ағман Заборқызы. Мен мастер интеллект тренер лицензиясын алып, қазір адамдарға өмірлерін өзгертуге сабақтар жүргізіп, курстан өткізіп, рахметтерін, алғыстарын алып жатырмын. Сонымен бірге мен көпшіліктерге осы интеллектуалдық жаттығулардың пайдасы бар екенін, олардың 8 жаттығудан тұратын екен, ол қандай жаттығулар екенін қысқаша таныстырып отырайын деп шештім. Енді сіздерден де өтініш, осы жаттығуды көргеннен кейін сіздер сол жаттығуды істеп, жасап көріңіздер. 3-4 күнде сіздер нәтижесін көре бастайсыздар. Егер мен 10 күн бойы өткен жаттығуларды менімен бірге қатарласып істеп отыратын болсаңыздар, және осы көрген жаттығуларды қандай жаңағыдай сезімде жүрсіздер, ол туралы отзыв жазып, өз пікірлеріңізді бөлісіп отыратын болсаңыздар, кім осы 10 жаттығуды 10 күн бойы менімен жалғастырып отыратын болса, Facebook арқылы менімен хабарласып, өзінің ой пікірін жазып отырған адамдарды мен курсқа тегін қабылдап, тегін нақты мән мағынасын түсіндіріп өтетін боламын. Енді мен сіздерге тек қана жаттығуды көрсетемін, техникаларын көрсетемін. Енді бірінші шығу тарихын бәрін оқуда өтесіздер. Енді негізгі 8 жаттығудан тұрады. Біріншісі ол күлкі жаттығу, 200-ден аса күлуіміз керек күніне. Одан кейін өз ойымның есімін, одан кейін сау болу жаттығу, одан кейін өз сезімдерімнің есімін, одан кейін патшалар мен патшайымдардың кетінден. То есть корольдер мен королеваланы бұрындары адамдар басиып, күтіп, одан кейін солардың сөзін тыңдаған. Сондай жағдайға қалай жетуге болады. Одан кейін сыртқы улы ақпараттардан, жаман іс әрекеттерден қалай қорғануға болады. Одан кейін аудио тренинг арқылы сен өз мақсатыңа қалай тез арада жетуге болады. Ең соңғы ол ұлы мақсат. Сіздің мақсатыңыз қандай мақсат? Ұлы мақсатқа жатамыз, жоқ әлде кішкентай ғана үйдің айналасындағы мақсат па? Егер сіздің мақсатың ұлы мақсаттың бір тармағына ілігетін болса, онда сізге сол ұлы мақсат арқылы үлкен күш-қуат келіп, сіздің кішкентай ғана мақсатыңыз іске асуы мүмкін. Енді осы 8 жаттығуды меңгерген адамдар соны ары қарай кәдімгі күнделікті таңертең тұрғанда бет-аузын жуған сияқты күнделікті 5-10 минут уақытын бөліп істейтін болса, сол кісілердің өмірінде үлкен өзгеріс болады, және оның семьяларында, отбасыларында қарым-қатынастар күшті болады, және сол жаттығу арқылы әлемге өз үлестерін қосатын жағдайда болады. Сондықтан мен сіздерді осы жаттығуды игеріп, әлемге өз үлестеріңіз қосу арқылы тарихта өз жаңағы іздеріңіз қалдыруларыңызға осындай мүмкіндік туып тұр. Қазір мен сіздерге жаңағы алғашқы 8 жаттығудың бірі 200 күлкіні көрсетейін. 200 күлкіні қалай келген тарихын жаңа алғашқы видеода айтып кеттім. Менің интеллектуалдық группамда сол видео сақталып тұр. Енді жаңағы бірінші неміз, күлкіміз, ол үшін дайындалып алу керек. Азында тұрған кезде былай тұрасыздар да, өздерің денелеріңіз былай қозғап, өзіңіз білетін гимнастика дейма жаңа жаттығулар былай бит қозғап аласыздар да. Одан кейін жаңағы мына тамақтарыңызды сәл шалқайтып отырып, сосын үніңізді әртүрлі үнмен шығарасыздар. Солай шығарасыздар. Егер сіздің көкірегіңізден үн шықпай жататын болса, онда қолыңызды былай ұстап алып, бүйтіп шалқайып тұрып, дауысыңыз шығарып, бүйтесіздер міне, сәл-сәл ұрасыздар. Егер мазаларыңыз болмайса, жай-жай істейсіздер, мазаңыз болса, нормально істейсіз, қаттырмайсыздар. Мені өстіп, дауыстарыңыздың үнін дұрыстайтын боласыздар. Мен солай көкіректеріңіз, өкпелеріңіз тазалатын жағдайға жетесіздер. Енді осылай дайындалып аламыз бірінші жаңағыдай, содан кейін енді 2 минут, 3 минут тоқтамай жасанды күлкі жасаймыз. Өз билігіңіз өз қолыңызда, бұдан үлкен мүмкіндік бар. Өміріңізді жақсартуға, денсаулығыңызды және иммунитетін көтеруге, қарым-қатынасты өзгеруге, табыстың, таланттың ашылуына,
және әлемге сіздің үлесіңіз осы күлкі арқылы, осы 8 жаттығуды игеру арқылы сіз үлкен жетістікке жетесіздер. Сондықтан енді күлкіні мен сіздерге жаңа қалай дайындалу керек екенін түсіндім. Енді 2-3 минут тоқтамай күлеміз міне. Осылай жасанды күлкі арқылы шынайы күлкі өткен кезде, сіздің балалық шақтағы шынайы күлкіңіз келген кезде, сіздің денеңізде энергия пайда болды. Сол энергияңыз көп болған сайын соған лайықты сізге табысты, иммунитетті бәрі келетін болады. Бірақ бір күлкінің арқасында сіздер үлкен жетістікке жете алмайсыздар. 8 жаттығуды игеру керек, сөйтіп жаттығу керек. Күнделікті шай ішкен сияқты осы жаттығуды таңертең тұрғанда 10-15 минут орындайтын болсаңыздар, сіздердің өмірлеріңізде үлкен өзгеріс болады. Енді мынандай сұрақ: егер сіздің өміріңіз өзгеретін болса, денсаулығыңыз жақсаратын болса, қарым-қатынас жақсаратын болса, табыс келетін болса, әлемге көмегіңіз тиетін болса, ұрпақтарыңызға көмегіңіз тиетін болса, неге сіз осы күлкіні 8 жаттығуды игермеске? Әрине мен игеремін өзім үшін, болашақтағы өзімнің ұрпағым үшін, әлем үшін мен бұл жаттығуды үйреніп, сонымен бірге мен адамдарға көмегім тисін деп, осылай жаттығулардан үзінді беретін. Негізгі жаттығу 8 жаттығуды 10 күндік оқудан өту керек. Сонда ғана сіздер жақсы игеретін боласыздар. Сондықтан күнделікті менің осындай уақытта 2 мен 2,5 арасында мен кезекті интеллектуал жаттығуларымды көрсетіп отырамыз. Енді тағы күліп алайық қане. Енді осындай шынайы күлкіні жаттығуға, мына бұлшықеттердің қалпына келтіру үшін өзінің техникасы бар, оны 10 күндік сабақта көресіздер. Амандықта кездескенше қош сау болыңыз.